Кеш жарық, Айгерім. Жұмыстан шығып кеттіңіз. Ол 1. 2 ретке шығып жатырсыз. Ол 2. Үшіншіден, сіз отсрочка қалай алсам болады деп сұрап отырсыз. Ертең сізге банк отсрочка берген жағдайда қандай қаражатқа жабам деп отырсыз. Егер табыс көзі болмаса, соны ойланыңыз. Мысалы, қазір практикада өте көп, ешқандай юристсіз, көмекші сіз, борышкерлердің өздері бірден банкке жүгініп, өте оңай отсрочка алып жатыр. Енді банк максималды түрде бұл жерде беріп жатқаны 6 ай. 6 ай алдыңыз делік, әрі қарай 6 ай аралығында қаржылық жағдайыңыз қалпына келе ме? Соны ойланыңыз міндетті түрде. Әрі қарай қандай кеңес беремін сізге? Оңайлатылған, жеңілдетілген кесте сұрасаңыз болады банктен. Ол үшін арызыңыздың ішіне нақты, толық жағдайыңызды жеткізу керек. Қандай себептермен просрочкаға шықтыңыз, оған қандай дәлел құжаттар бар. Егер жұмыссыз қалған болсаңыз, еңбек кезетке тіркеуге тұрып, 3 күннен кейін өзіңіз білесіз, анықтама құжат ала аласыз. Оған қоса, егер еңбек кезетке тіркеуден өтіп, жұмыссыз ретінде тұратын болсаңыз, әрі қарай сіз пособие алуға арыз тастай аласыз. Өзіңіз білесіз ғой, жұмыссыздық бойынша пособие төленеді. Соны аласыз, кемінде жоқ дегенде. Сол себеп міндетті түрде тіркеуден өтіңіз. Арыз жолдаған кезде міндетті түрде анықтама құжатты ілестіріп жіберіңіз, жұмыссыздық ретінде. Әрі қарай ай сайын қаншадан төлеуге ыңғайлы, соны жеткізесіз. Енді практикаға сүйенетін болсақ, банктер ешқашан борышкердің қалай деп сұрағанын, мысалы, осынша теңгеден төлей алам десе, сол сумамен төлейтін қылып қанағаттандырып жатқаны өте аз. Банк сізге орысша айтқанда встречный ұсыныс жасай алады. Жасай алады емес, ұсыныс жасайды міндетті түрде. Ол енді қараңыз, ай сайынғы төлеміңізді азайтуы мүмкін, төлем кестесін ұзартуы мүмкін, немесе сыйақы вознаграждениесін азайтуы мүмкін, немесе отсрочка беруі мүмкін. Қандай встречный ұсыныс жасайды банк, соған сәйкес арғарай сіз жалғастырасыз. Сондықтан дәл қазір неғұрлым компьютерде жасасаңыз, оқуға ыңғайлы етіп. Себебі өзіңіз білесіз, барлығымыз адамбыз, сіздің арызыңызбен танысатын әрі қарай жалғастырамыз. 3 минутта жетпей қалды маған. Өте қиын жеткізіп жатырмын ғой деймін. Арызыңызбен танысатын кісі де ол адам. Сондықтан компьютерден болсын, немесе қолмен жазатыныңыз болсаңыз, жазбаша түрде, онда түсінікті етіп жазыңыз. Міндетті түрде құжаттарды ілестіріңіз, жіберіңіз.